Лисаков орталық кітапханасы сіздердің назарларыңызға қазақтың мәңгілік серігі домбыра атты іс-шарасын ұсынады. Өзін-өзі құрметтейтін кез келген халық, сол халықты халық етіп тұрған рухани құндылықтарын қадірлеу керек. Бұл әлемдегі барлық халыққа тән парыз. Әлдилеген әннен күмбірлеген күйіне дейін тұнып тұрған ұлттық сана сезім бояуы сіңген өнер құдіреті, көне аспап домбыра. Араға біраз жылдар салып, кеште болса қазақ домбырасының абыройын, рухани өресін ажыратып, ұлттық болмыстың ажырамас бөлігі екендігін ерекше түйсініп, түсіне қабылдап, мәртебесін қайтадан биіктетіп келеміз. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп Қадыр ағамыз қадір тұтқан киелі аспап, әр қазақтың төрінде ілініп тұратын қасиетті домбырасы. Домбыра тек көңіл-күйді көтерер музыкалық аспап қана емес, халықтың жады, өшпес мұрасы, ар-ожданы мен иманы. Халықтың өткен тарихын еске түсіруші абыз ақсақалы, тарихымызда ел қорғаған батырлардың тарихын таңнан таңға дейін жеткізген жыршының айдымас жолдасы. Қыз жібек пен төлегеннің махаббатын толғаған, ғашықтық дастанын халық арасына жеткізген қасиетті қарағаш. Сол уақыттарда халық арасында имандылықты жырмен жеткізген діни аңыз, қисса дастандардың иесі. Қазақ халқының мыңдаған жылдық тарихын көзбен көрген, бүгінгі күнге жеткізген жәдігер. Атадан балаға қалған мұра, қазақ халқының асыл қазынасы. Қытай Халық Республикасының Тула ауданында 2010 жылдың 30 мамыры күні 10.450 адам бір мезетте кеңес күйін орындап, Гиннес рекордтар кітабына кірді. Домбырашыларды дайындауға шамамен 2 жылға жуық уақыт кеткен. Алтынмен апталып, гауһармен әрленген домбыраның құны 50 мың евроны құрайды. Оған барлығы 24 каратты гауһар тасы бар таза алтын пайдаланылған. Домбыраның ұзындығы 100 см, ені 25 см. Болатбек Кәрімханұлы жасаған ең кішкентай домбыра Гиннес рекордтар кітабына енген. Оның ұзындығы 4 см 5 мм, ал ені 1 см 4 мм. Шамамен бір ай уақытта дүниеге келген бұйым ағаштан ойылып жасалған, және құлақтары, шектері тіпті сырт қабы да бар. Ғалымдар 4 ғасырда Хорезм мен Жамбылда жүргізілген археологиялық зерттеулерде табылған тасқа қашалған қос аспаптың суретінен кейін домбыраны тас дәуірінде пайда болуы мүмкін деп болжайды. Домбыраның кем дегенде 6000 жылдық тарихы бар. Кей деректерде домбыра сөзі көне шумерден аударғанда кішкене садақ мағынасында екен айтылады. Бірақ бұл қаншалықты нақты дерек. Тағы бір деректерде дом, быра сөздерінен шыққан делінеді. Дом сөзі қазірге дейін домалып сынып кетіпті мағынасында қолданылып жүр. Ал быра, яғни күйге келтір дегенге саяды. Ғылымның қарыштап дамуы домбыраның да өзіне күй шерткізіп қойды. Осындай электронды домбыраның еліміз бойынша алғашқы түп нұсқасын Қарағандыдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары дайындап шыққан. Оны дайындауға бір ғана күн жұмсалса, бағдарламаны іске асыруға бір жеті уақыт кеткен. Домбыра ұйғыр түркмен халықтарында дудар, қырғыздарда комуз, әзірбайжандықтарда гопуз, тәжіктерде думрак, өзбектерде думбыра, ал ноғай мен башқұрттарда домбыра деген атау алған. Әрине олардың құрылыстарда біздің домбырамен салыстырғанда айтарлықтай ерекшеліктер бар.